Қайырлы күн қыздар, сіздермен бірге бота. Мен бүгін сіздерге бір жегеннен ғашық болатын ноқат және изюм қосылған керемет палаудың жасалу жолын үйретемін. Ол үшін міндетті түрде менің арнама тіркеліп, видеоны соңына дейін қарап, қоңыраушаны басып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Ноқатымызды 3-4 сағат бұрын жылы суға жібітіп қоямыз қыздар. Етімізді осындай орташа ірілікте турап аламыз. Пияз тураймыз. Пиязымыз көп болса күріш жабысып қалуы мүмкін. Сол үшін 2 пияз қоссаңыздар, яғни 2 пияз турасаңыздар жетіп жатыр қыздар. Сәбізімізді де осы видеодағыдай етіп турап алыңыздар. Сәбізімізді турап болдық. Енді қазанымызды отқа қойып, оның үстіне 300 мл сұйық майымызды құйып қыздырамыз. Ең алдыменен пиязымызды салып, қызарғанға дейін жақсылап қуырып алатын боламыз. Пиязымыз қуырылғаннан кейін, оның үстіне ет салып, етті араластырып тұрып, оны да қызарғанша 6-7 минут бойы қуыратын боламыз. Етіміздің беті осылай қызарып, әдемі болып қуырылғаннан кейін, оның үстіне туралған сәбізімізді салып, араластырып, сәбізімізді де қуырып аламыз. Сәбізіміз қуырылып болғаннан соң, оның үстіне су құямыз. Суымыз міндетті түрде қайнаған су болу керек. Қыздар, ұмытпаңыздар, 1 килограмм күрішке 1 литр су құйылады. Егер ноғат қосатын болсаңыздар, тағы да 500 мл су қосымша құйыңыздар. Себебі жарты сағат бойы орташа отта қайнататын боламыз. Қайнап жатқан кезде дәмін көріп, дәміне қарай тұз қосыңыздар. Менде тұздалған ет болғаннан кейін тұзды соңынан қостым. Қазанымыз қайнап жатқанына жарты сағат болды. Енді оның үстінен 100 грамм изюм, яғни палауға арналған мейізді қосамыз. Және де 1 шай қасықта зірәні саламыз. Егер зірәні ұнатпасаңыздар, салмай-ақ қоюға да болады. Жақсылап араластырып, 2 минут қайнатып аламыз. Жуып тазалап алған 1 килограмм күрішімізді қайнап тұрған қазанымызға салып, осы видеодағыдай етіп, күрішіміздің бетін тегістеп аламыз. Яғни сорпамыз күріштің бетіне толықтай жауып шығып тұру керек. Газды күшейтіп, қазанымызды осылай бетін ашып, суы тартылғанға дейін қайнатамыз қыздар. Күрішке суы тартылғаннан кейін күрішімізді ортаға үйіп бұқтыруға дайындаймыз. Күрішіміздің арасын тесіп бұқтырамыз, себебі ыстық бу барлық жеріне бірдей тию керек. Сонда таза піседі. Бір шеті пісіп, екінші шеті піспей қалмайды. Мінекей күрішіміз бұқтыруға дайын. Енді оның үстіне буы шығып кетпейтіндей нәрсені жауып, 20-25 минутқа отын пәсейтіп, пәс отта бұқтырып қоямыз. 20 минут өтті қыздар. Енді қазанымыздың бетін ашып, күрішімізді көреміз. Күрішіміз мінекей бір келкі бірдей түссе керемет болып дайын болған. Бір-біріне жабысып қалмайды. Міндетті түрде осы әдіспен жасап көріңіздер, сіздерге ұнайды. Енді қазанымызды өзімізге ыңғайлы үлкен ыдысқа осылай аударып аламыз. Бетіндегі еттерін бөлек алып, ноқатын және күрішін бір-біріне араластыратын боламыз. Қыздар, ботаның супер-пупер шаш палауы дайын болды. Ноқат және изюм қосылған керемет палау. Міндетті түрде осы әдіспен жасап көріңіздер. Сіздерге және отбасы мүшелеріңізге 100% ұнайды деген сенімдемін. Келген қонақтарыңызды да таң қалдырасыздар. Менің видеом ұнаған болса, лайк басып, комментария жазып, менің арнама тіркелуді және де менің каналымды қолдап отыруды ұмытпаңыздар.